Армысыздар қадірменді көрермендер, саяси мінбер бағдарламасында бүгін қонақта Мұхит Қапылбекұлы. Біз қазір енді оны мемлекетке асып қойдық та, өкінішке орай. Әрқайсымыз осындай құлдық сананы айтамыз, ананы айтамыз, мынаны айтамыз, проблемаларды айтамыз. Бәрі мемлекетке асып қойдық та. Мемлекет деген процесті управлять ететін мекеме ғой, үкімет деген. Қандай процесс болып жатыр қоғамда, соны ғана ол управлять етеді. Мынаны бүйтіңдер, мынаны бүйтіңдер. Мынанша бизнесмен жұмыс істеп жатыр, соның налогын алады, осыны бүйтіп. Өзіміз сам процесс, біз соларға артып қоямыз да. Осыған байланысты біз әрбір бизнесмен өзі бір жеке бір сондай бір жауапкершілік алу керек та. Мейлі 10 адамға, 5 адамға, 15 адамды шығарамын деп. Ойлау қабілеті басқаша. Анау Европаның, Американың бизнесмендерімен тіресіп отырып саудаласа алатын. Ойының бәрі олардан артық келіп түсетін да. Сондай нәрселерді айта алатын. Жаңағыда бағанада айтып кеттім. Бай болам деп кәсіппен айналысқан адам ешқашан бай болмайды да. Оның артында елге деген қызмет тұру керек та, бірінші мақсат. Отансүйгіштік болу керек. Мен еліме қызмет жасауым керек. Мен ұлтыма қызмет жасауым керек. Қалай деген кезде ғана кәсіпті айту керек та. Мынау кәсіппен арқылы. Мен кәсіппен мынандай мекемені салам, осыны келешекте мынандай корпорацияға дейін апаратын мамандарын тәрбиелеймін. Оны біз артып қоямыз, университеттерге артып қоямыз, анаған артып қоямыз. Содан кейін не болады? Содан кейін жаңағы Құдай бізді кедей қылды деген болады.